Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы металдардың оттегімен және сумен әрекеттесуі. Номері 2 көрсетілім белсенді металдардың салқын және ыстық сумен әрекеттесуі. Оқу мақсаты: кейбір металдар басқаларға қарағанда тотығуға тезірек ұшырайтындығын білу, белсенді металдардың салқын сумен, ыстық су немесе бумен әрекеттесуін сипаттау, металдар коррозиясын туындатуға әсер ететін жағдайларды зерттеу. Металдардың қасиеттері олардың белсенділігіне тәуелді. Металдардың белсенділік қатарын орыс ғалымы Бекетов ашқан. Белсенділік қатарына назар аударайық. Литийден натрий элементіне дейін белсенділігі жоғары металдар. Магнийден қорғасынға дейін орташа белсенділікті көрсететін металдар. Ал сутегіден кейін орналасқан қалайы мен алтынға дейінгі металдар белсенділігі төмен металдар болып келеді. Белсенділігі жоғары және орташа металдар қалыпты жағдайда оттегімен әрекеттесіп, нәтижесінде металдардың оксидтері түзіледі және оксидті қабат пайда болады. Міне көріп отырғандарыңыздай, натрий оттегімен әрекеттесіп, натрий оксиді түзіледі. Мырыш оттегімен әрекеттесіп, мырыш оксиді түзіледі. Ал белсенділігі төмен металдар оттегімен әрекеттеспейді. Бұл оксидті қабат металдардың одан әрі қарай бұзылуынан сақтайды. Мұндай жағдай көбінесе алюминий және хром сияқты металдарға тән болып келеді. Химиялық белсенді металдар ауадағы оттегімен белсенді әрекеттесіп, яғни бұзылуға ұшырайды. Желміру деп металдар мен олардың құймаларының қоршаған орта әсерінен білуін айтамыз. Желмірудің екі түрі бар. Химиялық желміру металл бетінің құрғақ, оттек немесе басқа газдардың әсерінен бұзылуы. Екінші электрохимиялық жемірілу, қышқыл, тұз және сілті ерітіндісі әсерінен бүлінуі. Бұл желміру балалар металдардың қасиеттерін бұзады. Жыл сайын өндірілген металдардың 1/4 бөлігі бүлінеді. Яғни құбырлар тесіліп, құрылғылар істен шығады. Осы желмірудің алдын алу үшін металдардың бетін қаптауға болады, яғни желмірілуге төзімді басқа металдармен немесе басқа бояулармен бояйды, майлайды және қоршаған орта құрамын өзгертуге болады. Енді металдардың сумен әрекеттесуіне тоқталайық. Сумен әрекеттесуі де металдардың белсенділігіне тәуелді болып келеді. Яғни өте белсенді металдарымыз литийден натрийге дейін сумен лезде әрекеттесіп, гидроксид және сутегі газын бөледі. Яғни мысалы литий сумен әрекеттескен кезде литий гидроксиді түзіледі және сутегі газы бөлінеді. Ал енді белсенділігі орташа металдар сумен қыздырғанда әрекеттеседі. Нәтижесінде оксидтік қабаты және сутегі газы бөлінеді. Міне алдарыңызда көріп тұрғандай, алюминий сумен әрекеттесіп, алюминий оксиді және сутегі газы бөлініп тұр. Балалар, айта қойыңыздаршы, бұл сумен әрекеттесу реакция теңдеуі реакция типінің қайсына жатады деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Алюминийдің сумен әрекеттесу реакциясы орын басу реакциясына жатады. Жақсы балалар, енді біз кейбір металдардың сумен әрекеттесу туралы бейне материалына назар аударайық.
келді. Бұл видеода сілтілік металдар, яғни литий, натрий, калийдің сумен әрекеттесуін көретін боламыз. Видеоны бастамас бұрын каналыма жазылыңыз. Литийдің сумен әрекеттесуі. Литийді ең алдымен керосиннің түбінен алып аламыз. Достар, бізде сілтілік металдар белсенді болғандықтан оларды керосиннің астында сақтайды. Егер оларды жай күйде сақтайтын болсақ, ауаның құрамындағы оттегімен әрекеттесіп кетуі мүмкін. Литий ең жеңіл металл. Оны суға тастаған кезде ол суда ери бастайды. Нәтижесінде сілті ерітіндісі, яғни литий гидроксиді ерітіндісі пайда болады. Біз оны байқау үшін ерітіндінің үстіне фенолфталин тамызатын боламыз. Сонда ерітіндінің түсі таңқырай түске боялады. Естеріңізде болса, сілтілік ортада фенолфталиннің түсі таңқырай түс болады. Келесі натрийдің сумен әрекеттесуі. Натрийдің кішкене ғана бір бөлігін аламыз. Оны керосиннен тазартып, сүртіп алатын боламыз. Натрий литийге қарағанда жұмсақтау болып келеді. Натрийді суға саламыз. Натрийді суға салған кезде оның формасы дөңгелектенеді. Ерітінді, яғни натрий гидроксидінің ерітіндісі пайда болады. Енді ерітіндіге фенолфталин тамызамыз. Ерітінді таңқырай түске боялады. Келесі калийдің сумен әрекеттесуі. Калиймен жұмыс жасаған кезде өте сақ болу керек. Өйткені ол сілтілік металдардың арасында ең белсендісі. Ол өздігінен ауада жанып кетуі мүмкін. Калийді керосиннің түбінен алған соң сүртіп тазалап аламыз. Оның кішкене ғана бір бөлігін алып, суға салатын боламыз. Калийді суға салғанда оның формасы дөңгелектенеді және де ол суда жанады. Қауіпсіздік үшін оның бетін жауып қою керек. От сөнгенде пах деген дыбыс шығады. Достар, бұл видеода сілтілік металдардың ең күштісі калий екенін байқадық. Бейне материалды көріп болсақ, балалар, тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма. Реакция теңдеулерін аяқтап теңестіріңіздер және реакция типін анықтаңыздар. Яғни сіздерге реакция теңдеуі сөзбен берілген. Натрийдің оттегімен, кальцийдің оттегімен, магнийдің оттегімен және осы үш элементтің сумен әрекеттесу реакцияларын жазуларыңыз қажет. Сіздер бұл элементтердің таңбаларын жазыңыздар. Енді балалар, дұрыс жауаппенен сәйкестендірейік, салыстырайық. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, жазғандарыңызды салыстырыңыздар. Дұрыс болса плюс қойып, қате болса дұрыстап алыңыздар. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада сіздерде реакцияға дейінгі заттар мен кейінгі заттар бөлек беріліп тұр. Біз бұларды сәйкестендіруіміз қажет. Сәйкестендіресіздер және реакцияның типін анықтайсыздар. Жақсы, егер болсаңыздар, экрандағы дұрыс жауап пен өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Және қате болса, жөндеп алыңыздар. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.